Сәлеметсіздер ме балалар? Дәл қазір сабақта біз ондықтан аттап қосу және азайту тәсілдерін қарастырамыз. Ондықтан аттап қосу тәсілін қарастырайық. Мәселен, бірінші мысал, 8-ге қосамын 5-ті, яғни 8 бен 5-нің қосындысын табам. 8 бен 5-нің қосындысын табу үшін бірінші қосылғышты 10-ға толтырамын. Неге? Себебі біз 10-ға кез келген санды қоса аламыз. Мәселен, 10-ға 5-ті қоссам 15. Сол сияқты 10-ға 4-ті қоссам 14. Дәл осылай кете береді. Енді ескеретін бір ереже бар. Біз ондықтан аттап қосып азайтуды жылдам шығару үшін біз 10-ның құрамын жатқа білуіміз керек. 10-ның құрамы 1 мен 9-ның қосындысы бола алады, 2 мен 8-ның қосындысы, 3-ке 7-ні қоссам 10 шығады, 4-ке 6-ны қоссам 10 шығады, 5-ке 5-ті қоссам 10 шығады. Осы 10-ның құрамын, 10 санының құрамын жатқа білсек, біз ондықтан аттап оңай қосып азайта аламыз. Неге? Мәселен, жаңа айттым, бірінші қосылғышты 10-ға толтырамыз. 8 10 болу үшін 5-тен сұрай тұрамыз. Балалар, мен сіздерге қазір математикалық тілмен емес, қарапайым бала тілімен айтып жатырмын. Ендеше мұқият боламыз. 8 10 болу үшін 5-тен сұрай тұрамыз. Енді кестені қараймыз. 8 10 болу үшін 2 қажет. Ендеше 5-тен 2-ін сұрап ала тұрамыз да 8-ді 10 жасаймыз. Арғарай 5-тен 2-ін сұрап алдық, енді ода қалды 3. Ендеше 8-ге 2-ні қосамын 10, 10-ға 3-ті қосам 13. Яғни 8-ге 5-ті қосам 13 шығады. Келесі тағы бір мысал қарастырайық. Мәселен, 7-ге қосамын 6-ны. 7 мен 6-ның қосындысын табайық. Ол үшін жаңа айттым мен бірінші қосылғышты 10-ға толтырамын. 7 10 болу үшін 3 қажет. Ендеше 6-дан 3-ін сұрай тұрамын. Сонда 6-ның 3-ін сұрап алсам, қалады 3-і. Яғни 7-ге 6-ны қосу үшін 7-ге 6-ны қоспайым, 6-ны 3 пен 3-ның қосындысы түрінде қосамын. Яғни енді қосамын. 7-ге 3-ті қосам 10, 10-ға 3-ті қосам 13. Яғни 7-ге 6-ны қоссам 13. Тағы бір мысалын толықтырып жазып қарастырайық. Мәселен, 8-ге қосамыз 4-ті. 8 мен 4-дің қосындысын табу үшін 8-ді 10-ға толтырам. 8 10 болу үшін 2 керек. Ендеше 4-дің 2-ін сұрай тұрамын. Қалады 2-і. 8-ге 2-ні қосамын 10, 10-ға 2-ні қосамын 12. Яғни 8-ге 4-ті қоссам, шыққан мәні 12 болады. Енді осыны ауызша есептеймін. Жіктеп отырып жазбаймын, енді ауызша есептеп жаттығамын. Мәселен, кез келген мысал қарастырайық. 9-ға қосамыз 7-ні. 9-ға 7-ні қосу үшін ойша шығарамыз. 7-ден 1 сұраймын, 9-ды 10-ға толтырам. 9 10 болу үшін 7-ден 1 сұрайым 10, 7-ден 1 сұрап алдым, ар шетінде 6 қалды. Яғни 1 қосып едім 10 болды, енді ар шетіндегі 6-ын қосам, яғни 9-ға 7-ні қоссам 16. Мінекей балалар, осылай 10-ның құрамы арқылы ондықтан аттап, ауызша оңай қосып азайтуға болады. Сабақ түсінікті деп ойлаймын. Ал енді азайту тәсілін менің келесі сабағымнан көре аласыздар.